Тиімді зат сатып алу үшін көптеген қазақстандықтар бүкіл халықтық Каспий жұма мерекесін күтеді. Бұл жолы қазақстандық сауда саласындағы ең ірі оқиға ақпан айында өтеді. Толығырақ тілшіміз біліп қайтты. Осы уақытқа дейін Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді зат сатып алу мерекесі жылына 2 рет өтетін. Бірақ көпшілік тиімді сауданы жиі жасағысы келді. Мен ойымша бұл өте ыңғайлы нәрсе. Каспий жұманы жиірек жасап отырсақ. Каспий жұма басталғалы қатысып келе жатырмыз бізге. Өте тиімді. Каспий жұмаға көп рахмет. Көп адамдарға, қазақстандықтарға көп жағдай жасап жатыр. Сондықтан Каспий KZ барша қазақстандықтарға сыйлық жасап, 10-шы мерейтойлық Каспий жұманы ақпан айында өткізуді жөн көрді. Мерекеге 10 мыңдаған шағын және орта бизнес компаниялар мен Adidas, Alina Group, Alser, Euромебель, Эврика, Интертоп, Қазақ ювелир, Кари, Кимекс, Комфорт, Мечта, Монами, Лерой Мерлин, Қазақ Репаблик, Сулпак, Технодом сынды қазақстандық және әлемдік жетекші брендтерде қатысады. Біз қазақстандық орта шағын бизнеспіз, өндіріспен айналысамыз. Каспий жұма сатып алу мерекесі бәріне өте пайдалы. Дайындалып жатырмыз, себебі сатып алушылар көп болады, ол кезде көп клиенттеріміз оны күтеді. Ұйымдастырушыларға үлкен алғыс. Каспий жұманы біздің клиенттер өте жақсы көреді. Оны біз де жақсы көреміз, және де алдын ала дайындаламыз. Каспий жұмада бізде 3-4 есе товарлар саны көп өтеді. Сондай бір мереке деп айтуға болады, өйткені барлығы күтеді ғой оны, барлық адамдар күтеді. Біздің тұтынушылар да күтеді оны, барлығы келіп сұрайды оны. Оны сұраныс өте көп Каспий жұмаға. Тиімді сауда мерекесіне тек сатушылар ғана емес, жеткізу қызметі де дайындалуда. Әрбір тұтынушының тапсырмасы үйіне немесе жақын маңдағы Каспий постаматқа жеткізіледі. Дайындаламыз. Бізде жүк тасымалдаушылардың өзі қазіргі 50 істеп атса, Каспий жұма кезімізде біз 100-ге жуық кісілерді аламыз. Жай күндері 5 мың, 6 мың заказ тасимыз. Каспий жұма кезінде 12 мың, 13 мың заказ бір күнде. Өте керемет. Каспий жұманы кәдімгі бір мереке қылып күтеміз. Әр Каспий жұма тек сатып алушылар үшін ғана емес, отандық бизнес, әсіресе шағын компаниялар үшін үлкен оқиға. Осы 3 күнде қазақстандық кәсіпкерлер сату көлемін бірнеше есеге арттырады. Соның арқасында бизнес одан әрі дамып, ел экономикасын нығайтып, жаңа жұмыс орындарын ашады.